Айтпақшы, сіз таңертең оянғанда ең бірінші не істейсіз? Смартфоныңызды тексеріп, әлеуметтік желілерді шолайсыз, солай ма? Біз тоққа, интернетке және цифрлық әлемге толықтай тәуелдіміз. Бірақ елестетіп көріңізші, бір күні таңертең ештеңе жұмыс істемей қалды. Жарық жоқ, байланыс жоқ, интернет өшкен. Тіпті шүмектен су да ақпайды. Және бұл ешқандай кибершабуыл емес, бұл бізге өмір сыйлап тұрған күннің ашуы. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз адамзат өркениетінің ең үлкен әрі ең жасырын қорқынышы туралы сөйлесеміз. Біз күндегі алып жарылыстар мен олардың жер шарын бір сәтте қараңғылыққа батыру қаупі туралы айтатын боламыз. Бүгінгі шығарылымда күндегі алып жарылыстары біздің электрониканы қалай күйдіріп жібере алады? 1859 жылғы Кэррингтон оқиғасы қазір қайталанса не болады? Және ең бастысы, біз технологиясыз, интернетсіз әлемде қалай аман қаламыз? Видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені бұл фантастика емес, бұл кез келген сәтте орындалуы мүмкін ғарыштық сценарий. Күн, бұл біздің басты досымыз, бірақ сонымен бірге ол бақылаусыз жатқан алып ядролық реактор. Оның бетінде үнемі қуатты магниттік өрістер соқтығысып жатады. Кейде бұл өрістердің шиеленіскені сонша, олар үзіліп, ғарышқа миллиардтаған тонна ыстық плазма мен радиацияны атып шығарады. Ғылымда бұны короналды массаның атылуы деп атайды. Әдетте жерді осындай қауіптен өзіміздің қалқанымыз, магниттік өрісіміз қорғап қалады. Күннен келген бөлшектер осы қалқанға соғылып, полюстерге қарай ысырылады. Біз оны аспанда поляр шұғыласы ретінде көріп, сұлулығына таңғаламыз. Бірақ күннің де өз белсенділік циклдері бар. Шамамен әр 11 жыл сайын күн өзінің максимумына жетеді. Бұл кезде жарылыстар өте жиі әрі қуатты болады. Егер күннен шыққан алып плазма бұлты тікелей жерге қарай бағытталса, біздің магниттік қалқанымыз майысып, төтеп бере алмай қалуы мүмкін. Дәл осындай жағдай тарихта болған. 1859 жылдың 1 қыркүйегінде ағылшын астрономы Ричард Кэррингтон телескоппен күнді бақылап отырып, оның бетінде ерекше, өте жарық екі дақты көреді. Ол күн тарихындағы ең алып жарылыс еді. Небәрі 18 сағаттан кейін бұл жарылыстың зардабы жерге жетті. Тарихта бұл оқиға Кэррингтон супердауылы деп қалды. Сол түні бүкіл әлемде поляр шұғыласы туды. Ол соншалықты жарық болды, тіпті ақштың алтын іздеушілер таң атты деп ойлап, түн ортасында оянып, таңғы астарын дайындай бастаған. Куәгерлер түнде газет оқуға болатындай жарық болғанын жазады. Бірақ ең басты соққы сол кездегі жалғыз жоғары технология телеграф жүйесіне тиді. Бүкіл әлем бойынша телеграф сымдарынан ұшқыны атып, өрт шыға бастады. Операторларды тоқ соқты, ал кейбір аппараттар тоқ көзінен ажыратылып тұрса да, ауадағы электромагниттік қуаттың әсерінен өздігінен хабарлама жібере берген. Ол кезде әлемде смартфондар да, интернет те, электр станциялар да жоқ еді. Сондықтан адамзат үлкен шығынға ұшырамады. Ал егер бұл жағдай дәл қазір қайталанса ше? Егер Кэррингтон деңгейіндегі дауыл бүгін соқса, бұл біз білетін өркениеттің соңы болуы мүмкін. Ғалымдар бұны цифрлық қараңғылық деп атайды. Ең бірінші соққы ғарыштағы спутниктерге тиеді. GPS, байланыс және интернет серіктері бір сәтте істен шығады. Ұшақтар бағдарсыз қалады, қаржылық транзакциялар тоқтайды, бірақ ең сорақысы жер бетінде болады. Күн дауылы тудыратын геомагниттік тоқтар біздің алып трансформаторларымызды ішінен күйдіріп жібереді. Бір түнде бүкіл құрлықтар жарықсыз қалады. Айтпақшы, бұл жай ғана шамның өшуі емес, станциялардағы алып трансформаторларды қайта жөндеу немесе жаңадан жасап шығару үшін айлар, тіпті жылдар керек. Демек, әлем апталап немесе айлап емес, жылдап жарықсыз, сусыз және байлансыз қалуы мүмкін. Бұл нағыз хаос. Айтпақшы, кейбіреулер бұл тек 19 ғасырда болған, қазір біздің технологиямыз мықты, қорғанысымыз бар деп ойлауы мүмкін, бірақ тарих бізге мүлдем басқа сабақ берді. 1989 жылдың 13 наурызында күн бізге өз күшін тағы бір рет көрсетті. Ол Квебек апаты. Күндегі орташа деңгейдегі жарылыстан кейін туындаған геомагниттік дауыл Канаданың Квебек провинциясының бүкіл электр желісін небәрі 92 секундтың ішінде істен шығарды. 92 секунд және 6 миллион адам бір сәтте қыстың суық күнінде жарықсыз, жылусыз қалды. Метро тоқтады, әуежайлар жабылды, үйлердегі жылу жүйесі өшіп қалды. Адамдар не болғанын түсінбей үлкен үрейге бой алды. Бұл оқиға әлемді ойлантуы керек еді.
Өйткені Квебектегі соққы Кэррингтон оқиғасынан бірнеше есе әлсіз болған. Егер орташа дауылдың өзі заманауи мемлекеттің энергетикасын 1,5 минутта тас-талқан етсе, 1859 жылғыдай супердауылдың қазіргі әлемге тигізер әсерін елестетудің өзі қорқынышты. Ғаламдардың есептеуі бойынша, мұндай апаттан келетін шығын тек ақш-тың өзінде бірнеше триллион долларды құрауы мүмкін. Енді ең басты сұрақ, интернет шынымен өше ме? Ирвайн университетінің ғалымы Сангита Абду Джодхи соларлық супердауылдар, цифрлық апокалипсистің жоспары атты ғылыми еңбегінде интернеттің ең әлсіз жерін тапты. Ол мұхит түбіндегі кабельдер. Бүкіл жаһандық интернет құрлықтар арасында мұхит астымен тартылған оптикалық талшықты кабельдер арқылы жұмыс істейді. Саяхаттап жүрген деректердің 99% дәл осы су астымен өтеді. Кабельдің өзіне магниттік дауыл әсер етпеуі мүмкін, бірақ әр 50-100 шақырым сайын сигналды күшейтетін арнайы құрылғылар, репетерлер орналасқан. Дәл осы репетерлер геомагниттік тоқтарға өте сезімтал. Күн дауылы соққанда су астындағы мыңдаған репетерлер бір мезгілде күйіп кетеді. Нәтижесінде құрлықаралық интернет байланысы толықтай үзіледі. Жергілікті интернет, мысалы, бір қаланың ішіндегі желі жұмыс істеп тұруы мүмкін, бірақ халықаралық байланыс, бұлттық серверлер, Google, Apple, Microsoft және жаһандық жүйелер өшеді. Біз цифрлық оқшаулануға түсеміз. Ендеше, адамзат бұған қарсы қалай күреспек? Бізде қандай да бір қорғаныс жоспары бар ма? Айтпақшы, бізде ең басты қару бар, ол уақыт. Қазіргі таңда ғарышта күнді тәулік бойы бақылап тұрған арнайы спутниктер бар. Күнде алып жарылыс болған сәтте ғалымдар бұл туралы бірден біледі. Жарылыстан шыққан радиация жерге 8 минутта жеткенімен, ең қауіпті плазма бұлтының жерге жетуі үшін 12 сағаттан 36 сағатқа дейін уақыт керек. Осы алтын уақыт аралығында энергетиктер бүкіл әлем бойынша алып трансформаторлары мен электр желілерін қолдан алдын ала өшіріп тастауы қажет. Бұл ұшақты апаттық жағдайда қондырумен тең. Біз бірнеше күнге жарықсыз және интернетсіз қаламыз, бірақ күн дауылы өткеннен кейін жүйені қайта қосып, өркениетті сақтап қала аламыз. Басты мәселе, әлем елдері осы бірнеше сағат ішінде бірлесіп, синхронды түрде әрекет ете ала ма? Саяси текетірістер бұған кедергі болмай ма? Бұл үлкен сұрақ. Міне достар, күн бізге өмір сыйлайтын жылу көзі ғана емес, ол кез келген сәтте біздің цифрлық әлемімізді күлге айналдыра алатын ғарыштық күш. Бұл видео бізді қорқыту үшін емес, біздің технологиялық әлеміміздің қаншалықты нәзік екенін түсіну үшін жасалды. Мүмкін, кейде интернеттің өшіп, адамдардың виртуалды әлемнен нақты өмірге оралғаны жақсы да шығар, бірақ оның бағасы тым жоғары болмақ. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Пікірге жазыңыздар. Егер интернет пен жарық бір жылға өшіп қалса, сіз қалай өмір сүрер едіңіз? Ең бірінші не істейсіз? Бұл айтпақшы арнасы болды. Аспандағы күннің әрбір сәулесіне қуана біліңіз, бірақ оның қуатын да ұмытпаңыз.